балалар. Отырыңдар. Балалар, қалдарыңыз қалай? Көңіл-күйдеріңіз қалай? Жақсы ма? Бүгін сабаққа дайынсыздар ма? Дайынсыздар, иә? Бүкіл оқу құралдарыңыз бар ма? Бар, иә? Жақсы онда балалар. Онда бүгін бір-бірлеріне жақсы, бір көңіл-күй жаңа сыйландарда тамаша баға алынады, керемет жақсы тақырып болады. Сол тақырыпта емін-еркін сөйлеп, ойларыңды жеткізуге тырысыңдар. Ал енді сабаққа кім келмейді бүгін? Келмеген балаларда белгілей болайын. Сонымен Ахмет Алия жоқ. Ауырып жатыр бір болады, иә? Жарайды, рахмет. Балалар онда былай жасайсызшы. Жаңа үйге берілген тапсырма не беріледі? Қандай тақырып келді? Қазақстанның басты орография қылсаңдар. Иә, Қазақстанның басты орография қылсы. Онда үлкен сабақпен байланыс жасайық та, сіздер қазір бір ауыздан телефондарыңызды алыңыздар. Бол деген ойынмен. Балалар Қазақстанның жер бедерін сәйкестендіріңдер, иә, картамен жұмыс болсындар. Алдарында картаға Қазақстанның физикалық картасын ашыңдар. Сол Қазақстанның физикалық картасын қарай отырып, ең ірі жер бедерлерін бір-бірімен сәйкестендіріңдер. Так, болдық па олар? Болды ба? Қанша алдың? 9-8. 9-8. Өте жақсы. Азиз? Мен 9-дан 7 алдым. 9-дан 7 алдым. Жақсы. 9-8. Жақсы, өте жақсы. Дария? 9-дан? 9-дан 3. Үндетмен алды ма? Жақсы. Сонымен балалар, мына қазір сендер футбол ойынын ойнап, өткен сабаққа қайталау жасадық. Онда балалар бәріміз беріп қарайықта келесі. Балалар, біз жаңағы Қазақстанның жер бедерін өтіп жатқандықтан, біздің туған жеріміз болғандықтан сабақта адал азаматты ұмытпау керекпіз, иә? Өзіміздің ойымызда жаңа патриоттық сезімді қалыптастыра білуіміз. Қазақстан туралы қандай нақты сөздерді білесіңдер? Туған жеріміз туралы. Бір-екі сөзге айтып кетіңдер, ешкім айтып. Жерді байдың, елі бай. Жері жақсы батыр, тағы да айта ғой. Туған жердің күнәдестік, күнәдестік. Тамаша, тағы да. Қыздар. Отырмыш мен күрес, елге үлес. Өте тамаша. Жақсы болады. Балалар, мына алдыңызда тақтағандарда, сендердің алдарында тыңдап жүрген қалдар әдісі бойынша қазір сендер мына төңкерілген әдіс бар. Сол төңкерілген әдісте қандай сөз жазылып тұр? Бүгін сабақта біз қазақ аргументарымен танысады екенбіз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ аргументарын жіктеп, олардың мағынасын түсінеміз, транслитерациясын 3 тілде айтамыз. Дайынбыз ба? Дайынбыз, иә олар. Балалар, бері қараңдаршы, аргоним дегеніміз не? Жалпы сендер аргоним деген сөзбен танысыңдар. Жылдың басында біз осы география ғылымының бір саласы топонимиканы талқылағанбыз. Сол кезде біз неге айттық? Топонимика дегеніміз ол картографиялық әдістің бір түрі. Жалпы географиялық объектілерге, географиялық нысаналарға ат қояды. Олардың өздерінің сипаттамалары болады. Мысалы, қандай да географиялық нысаналар, мысалы Жетісу алатауы дейміз, Тянь-Шань дейміз, Хан Тәңірі дейміз. Не себептен олай қойылған? Оның өзінің себебі болады. Қандай да өзінің нысанының сипаттамасы болады. Сондықтан балалар, аргументар дегеніміз жер бедеріндегі кез келген нысанның өзіндік атауы болады екен. Жалпы балалар, осы топонимика саласы көптеген ғалымдардың үлесімен керемет танып келе жатқан ғалымдардың бірі болып табылады. Міне қазақ аргументері тілдік ғалымдар тұрғысынан арнайы зерттелген біздің Қазақстанда. Керемет тамаша ғалымдар Қуанташбаев, Бедоев, Озаев еңбектерінде осы аргументар туралы көп айтылған екен. Жалпы балалар, енді қарап отырсақ, мына аргументар қазақ ұлттық географиялық терминдерді жатырмыз ғой, терминдерді пайдалана отырып өздерінің анықтамасы болады екен. Қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерімен өте тығыз байланысты. Мысалы, қараңдар, жар деген географиялық ол сөз. Сонда жар, жаққабақ, құлама, жаға, ол терминдік жағы келген жыра немесе құрғақ мағынасына келеді. Жарды көрдіңдер ме балалар? Көрдіңдер. Жарды қай жерде көруге болады? Иә, мысалы тау құлағанда жар пайда болады. Не болмаса таудың басындағы өзендер қатты аққан кезде өзендер өзінің арнасын бұзып алып кетеді, сол кезде жар пайда болады. Не болмаса балалар
Мына қуыс деген сөздің мағынасын айта аласыңдар ма? Қай жерде қуысты көруге болады? Мысалға, қуысты қай жерде көруге болады? Таулардың арасында қуыстарды көруге болады. Мысалы, өзек деген сөзді қалай түсінесіңдер? Өзек деген. Өзек. Ойпа, не болмаса, сай болады, дұрыс айтасыңдар. Сонда мұны қарап отырсақ, қандай да аруниндардың өзінің жаңа атаулары болады, сипаттамасы болады. Енді қалыптасуына байланысты балалар аруниндар жіктеледі екен. Ішіне қарай көріп отырсыңдар, өсімдіктерге байланысты, жануарларға байланысты, пайдалы қазбаларға байланысты, сандық көрсеткіштерге байланысты. Мысалы, сандық көрсеткіштерді сендер осы сабақтарда, география сабағында қандай жерліктерді білесіңдер мысалы? Сандық көрсеткіш, өздерің ойланып көріңдерші? Үш төбе, дұрыс. Неге ол үш төбе деген екен? Қалай ойлайсыңдар? Үш төбесі болып тұрған. Иә, ауылға келе жатқанда үш төбе қатарынан тұрған үш төбені көруге болады. Тағы да балалар. Қаратау деген тау бар. Не себептен Қаратау деп аталған? Суға байланысты. Неге Ақтау деп аталған балалар? Суға байланысты. Алатау неге? Түсіне байланысты. Алатау болғанда оның биік шыңдары ақтар болады да, төменгі жаңағы қыраттарында, төменгі бөліктерінде олар қара болып жатыр. Ала болып жатқанына байланысты бұны Алатау дейді. Міне балалар, мен қазір балалар сіздермен осындай бір жаңағы тапсырма берейін. Бірінші тапсырмамыз жұптық тапсырма болсын, иә балалар. Осы жаңа қазақ аруларының қалыптасуына байланысты алдарында оқулық жаңағы тақырыпты ашыңдар 12-ші. Сол оқулықтағы 12-ші қазақ аруларды пайдаланып отырып, және сендерге қазір материалдар, қосымша материалдар, соқтағы қосымша материалдар пайдаланып отырып, балалар мына нелерді тапсырманы бірге жасап, жұптық жұмыс бірге жасап болады. Жұмысқа негізгі мақсаты қандай? Негізгі мақсаты Қазақстан физикалық картасын пайдалана отырып, кестеде еліміздің жер бедерлерінің аталарын суына қарай қарап шығыңдар. Физикалық картасының. Мына жерде қандай жер бедерлер бар екен? Тез алып берілген. Қазір айта қойын. Таудың ішінде қара және басқа ерекшеліктеріне байланысты мен жаздым сандықтау, аяқтау. Ал таудың үстіне байланысты Алатау мен Қаратауды жаздым. Жақсы. Батыр сен айтасың. Мен пайдалы қазбалармен байланысы бойынша Алтай мен Теміртау, Аспанға теңеу, Кеншір мен Хантайдан жаздым. Жақсы оқырады. Аяғда не айтасыңдар? Таудың ішінде және басқа ерекшеліктеріне байланысты мен Айыртаумен Ұлытауды, Алатауды таңдадым. Таудың үстіне байланысты мен Көкшетау және де Қаратауы, пайдалы қазбалар, жезқазған. Жақсы. Қасындағы жұмыс не жаздыңдар? Бір-бірлерді бағалап жүріңдерші. Бағалағанда мен жаңа не бердім сендерге? Дискриптор бердім, сол бойынша бағалап. Аспанға теңеу, Көктөбе, Хантайдан. Жақсы. Тамаша. Енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма балалар жеке жұмыс болады. Жеке жұмыстың негізгі мақсаты балалар қазақ аруларының мағынасын түсінесіңдер. Ол жаңағы берілген аруларының мағынасын түсіндіріп, транслитерациясын үш түрде аударасыңдар. Жаңа біздің сабағымыздың мақсаты не еді? Аруларды жіктеп, одан кейін барып транслитерациясы үш түрде айту керек болады. Жақсы, мен сендерге балалар қазір тапсырма берейін. Сол тапсырма бойынша транслитерациясын жаңағы бұл кәдімгі әр баланың өзінің жеке жұмысы болады. Сосын кейін балалар тез орындарда толтырыңдар балалар. Жақсы. Солай болды. Әр баланың жұмысы бөліп. Мен Қаратауды жаздым. Оның этимологиясы Қарақысты тау. Қазақша Қазақстанның оңтүстігіндегі алғасы
орысша русский хребет. Қандай? Русский хребет. Олайма, Қаратау дегеніміз не болады? Черная гора емес па? Тағы. Үстіртбек, жазық қырат, орысша қыраты, ағылшынша фото, бетпақ дала, қатал, батпақты жер, орысша голодный стейк, ағылшынша лозин, хангерстек. Ой, тамаша, тағы да мына жақта. Азия сен не айтасың? Бақыт. Мен жазған ол Ақтау. Ақ ол түсіне байланысты аударғанда белый горы, ағылшынша white mountains. Азиз. Мен жазғаным ол Алатау. Орысша Золотые горы, ал ағылшынша Golden Mountains. Қайтал. Алтай. Алтай, алтын тау. Алтай тауы десештен. Орысша Золотые горы. Ағылшынша Golden Mountains. Дұрыс айтты. Балалар енді өздерінің жұмыстарында өздері тексеріп шығыңдар. Дұрыс емес болса, кішкене қателеріңді түзетіңдер. Балалар, енді мына қалай білесіздер, бүгінгі сабақтың мақсатына жетіп бармыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты не? Басында қазақ атомдарын жіктеп, мағынасын түсіндіріп, және транслитерациясын үш тілде ұсынады. Енді балалар, сіздерге мен бір кішігірім мына видео бар. Маңтөрлі ел. Оның әрбір тауы, жазығы, шоқысы мен сайы халқымыздың болмысын, тарихын, танымын бейнелейді. Бұл атауларды біз аранимдер деп атаймыз, жер бедерінің атаулары. Алтай алтын тай тау, яғни алтын тау. Бұл атау бай табиғат пен кен орындарына байланысты туған. Алтай түркі әлемінің алтын бесігі. Сарыарқа, сары, кең, ашық, арқа, жуда. Бұл атау еркіндік пен елдіктің символы. Сарыарқа қазақтың кең тынысы. Ұлытау ұлы қасиетті тау биік жер. Бұл жерде хандар көтерілген, ел тағдыры шешілген. Ұлытау ұлттың ұйтқысы. Қаратау қара, бай, терең. Бұл тау кеңге бай, тарихы терең. Сонымен балалар, мына бүгінгі сабағымыздың мақсатынан несі болады? Бекітуі болады. Тағы да бір мынандай керемет өзіміз Жетісу аймағында тұрғандықтан балалар, Жетісу аймағында тұрғандықтан біздің Жетісу аймағын жырлағанымыздың ақындарымыз бар. Назарыңыздар, қандай тамаша. Жетісу, бұл атаудың өзінде тарих бар, тағдыр бар, туған жерге деген сағыныш бар. Жер жараққа тамған өлке, асқар таулары аспанмен таласқан, мөлдір өзендері сарқырап аққан, жайқалған жайлауы мен құнарлы даласы көз тоймас сұлулыққа толы мекен. Осы бір ғажайып табиғатты, қазақ даласының кеңдігін, елдің рухын, жердің көркін, өз шығармасына арқау еткен қазақ поэзиясының ірі тұлғасы Ілияс Жансүгіров. Ақын Жетісу суреттері шығармасында туған өлкенің әр қырын жанды бейнеде суреттейді. Жақсы балалар, сонымен сендер балалар маған қазір сабаққа кері байланыс берсеңіздер, сіздерге міне бүгін бір минуттық мынандай бір рефлексия, минуттық қағаз. Соны бүгінгі кішкене ойланып жинақтап, бүгінгі сабақта не алынды, не білді, соны айтсам. Сабақта не алынды. Мен бүгінгі сабақта анонимдерді жіктей білдім және де оны үш тілге аударып білдім. Тек қана бұны аудармай, осы картамен жұмыс істеп, осы картадан анонимдерді таба білдім. Серік сен етесің. Мен бүгінгі сабақта қазақ анонимдерін білдім, және де олардың аталу ерекшеліктерін білдім. Жақсы, тамаша. Батыр, сен не қосасың? Мен бүгінгі сабақта жаңа деректермен таныстым және анонимдердің не екенін,
олардың жер бедерінің өзіндік бір атауы болатынын білемін. Рахмет балалар. Онда бүгін сендер сабаққа өте тамаша қатыстыңдар. Бізде жұптық бағалау болды, өздік бағалау болды, иә. Апайдың тамаша деген бағалау болды. Енді балалар үйге берілетін тапсырма 12-ші параграф, иә, қазақ ойындарын жақсартып оқып, әңгімелеп, тағы да қосымша өздерін ізденіп келіңдер. Рахмет.